Қайырлы күн, Үйдегі асхана каналының сүйікті оқырмандары. Бүгін сіздермен бірге рецептісі жеңіл, жасалу жолы оңай, үйге асығыс қонақ келер кезде, не болмаса отбасылық шайға бірдеңе дайындау керек болған кезде тез жасай салатын сметаникті жасап үйренеміз. Ең алдымен әдеттегідей құрғақ, таза, үлкенірек ыдысқа ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Одан кейін оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды теркадан өткізіп, осы видеодағыдай өткізсеңіздер оңай болады, өткізіп, онымен бірге араластырамыз. Онымен майды жақсылап араластырғанда осындай құм тәрізді шашыраңқы пішін пайда болу керек. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқыш, яғни разликитель, мөлшерлеп қойған қантымызды және бір дана жұмыртқаны салып, қамырды илейміз. Жақсылап иленіп, дайын болған қамырды салфанға салып 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымыз толық дайын болам дегенше пирогтың ішіне салатын ең маңызды бөлікті дайындай береміз. Босаған ыдысқа қаймақты саламыз. Мен осындай домик на хуторке деген 20% қаймақты қолданамын. Оның үстіне мөлшерленген сахарды және бір пакетик ванилин қосу міндетті емес, бірақ қоссаңыздар дәмі әдемірек болады. Және 4 дана жұмыртқаны салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Егер қаласаңыз, отбасы мүшеңізде мақ қосылған тәттілерді жақсы көретін адам болса, дәл осы жерде мақ қосып араластырып жіберсеңіз болады. Бізде біркелкі осындай масса шығу керек. Енді тоңазытқышта 20 минут тұрған қамырымызды алып, керекті формамызға видеодағыдай етіп саламыз. Ең маңыздысы осы қамырды табаға біркелкі етіп орналастыру. Қабырғасын, астын бәрін біркелкі етіп орналастырып аламыз. Және де табанның үлкенірек болғаны дұрыс, себебі қамыр қалың болып кетуі мүмкін. Орналастырып болған соң, ішіне бағана араластырған массаны құйып, қамырдың биіктігі мен массаны бірдей қылу үшін қамырдың шет-шетін осылай кішкене басып реттейміз. Енді қызып тұрған пеште 180 градусқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Сметанигіміз дайын болды. Дәл осы рецептпен қайталап жасап көрсеңіздер, бірінші жасағаннан дұрыс шығады деген ойдамын. Баршаңызға рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар.